саламатын. Емеспін өлең айтпа жаман ақын. Білемін қадірлі өлең тойға келсем, құлқыным тоя білген қанағатым. Екі ақын домбырасын ала шықты, бабаның жалғау үшін аманатын. Игі істе бастарын біріктірген, ассалаумағалейкум жамағатым ай. Біз қалай топта бүгін сыналмаймыз? Біз неге өлең болып құралмаймыз? Медресе салам десе бір топ жақсы, мұндағы ағайынға жыр арнаймыз. 200 купон міне таратылды, біз қалай енді қолға туа алмаймыз? 200-дің 90-ы өтіпті ғой, 200-і өткенше шығармаймыз ай. Астанаға патшалардың бәрін жиған кезімізде ұстаздар көрінді ғой көзімізге. Иманыңның жартысы сабыр болса, ағайын бұл жалғаннан төзімізде. Медресе салынғаны бізге жақсы, ал садақа пайдалы өзіңізге. Азанның естуменен нәзік үнін, қияметті ойлаумен қажыдылың. Бұл жерде мұсылмандар жиналыпты, Меккеден өтейім деген қажылығын. Баршаңызға дәл сондай бақ бұйырсын, босамай иманның қазығының. Алла қалап салынып медресеміз, Алланың алайықшы разылығын ай. Сәжде сенің етеді нұр жүзіңді, Алла ғана жағады жұлдызыңды. Әлемде де бар шығар небір топтар, көздейтін саясатын жүргізуді. Арасында шулайды әлдегімдер, мақсат етіп азғындықты кіргізуді. Осындай медреселер салынбаса, ертең кім тәрбиелейді ұл-қызыңды? 9 этаж көтерілер кім біледі? Мұсылмандар әр істе үлгіледі. Айшолпанмен келіп тұр Данияр ақын, екеуі де топ жарған дүлділеді. Үлесті қосайық деп біз де келдік. Біз тегізіп жүретін жырдың емі. Бұл шараның мақсаты орындалсын. Осындай бастамалар құнды меді, ежелден атам қазақ айтып кеткен, адам жаны кәдімгі құмыра ғой, ішіне діңгірмесе жыңғыреді ай. Айшолпанның жыры да балдай мекен, мұндай жерде не айтам деп таңдай мекен. Аягөздің қызы ғой, мына сұлу, көркімен көрген жанды баурайды екен. Киіміңде өзіңе жарасып тұр, елдің жүгін көтерген нардай мекен. Ағайын көрдіңдер ме Айшолпанды? Сансызбай ұстаздың қыз түрінен аумайды екен.
талабын шапқан сайын ұштай мекен, өлеңмен елге бағыт нұсқай мекен. Сансызбай ұстаз қандай рухты болса, бұл қыздың да екпіні ұқсайды екен. Аягөздің аржағы семей мекен, қызыл тілді сайратқан көмей мекен. Садақа берем десе ағайындар, біреу олардың жолдарын бөгей мекен. Ендеше ұсынайын кезегімді, Сансызбайдың қыз түрі не дейді екен, ай. Таудай болған Айшолпанның сөздері балдай болған. Сансызбай ұстазға ұқсасақ не болыпты, шүкір Алла, ауылда жағдай болған. Айшолпан деген палуан қызың мен боламын, Сансызбай ұстазынан аумай қалған. Қашанда елін сүйер ер сияқты, маңдайымнан шығып жатқан тер сияқты. Сансызбай ағам екеуміз ұқсап тұрсақ, біздің де жүрегіміз кең сияқты. Ұстаздың поршымына қарап тұрсам, шамамен салмағымыз тең сияқты. Сансызбай ұстазды көріп қуандың ғой, оның да фигурасы мен сияқты. Ей, Айшолпан ақын қызың бойдақ еді, бір молда жігіт тауып алсын сен сияқты. Жансың ғой көрмейтұғын көзің демдер, келер болсаң сен маған сезіммен кел. Айшолпанды жардай қыз деп айттың ба, алдымен бабалардың сөзін меңгер. Аналар тау туардай толғатады, тышқандай боп туылған өзіңнен көр, ай. Бісміллә десем кетер уайым бірден, бабамдай тіл қатайым байырғынмен. Құнанбайдың баласы болмасам да, елдің сөзін сөйлейтін шайырмын мен. Қазағымның мұңзарын айту үшін баптап тұлпарымның тайым мінгем. Осы рухани кешке арнау айтам деп, ұстаздар сіздер үшін дайын жүргем. Нұр бүбәрәк салынама салынбай ма, кеудемізге толып қалды уайым бірден. 200 купондарың сатылғанша, таң атқанша айтысуға дайынмын мен, ай. Мен қазақ деген ел едім, өлеңсіз таңы атпаған. Кешегі ғұнмен сақ бабам, шапалақ соқсаң ағайын, жан болмайды ғой шаппаған. Мен қазақ деген ел едім, өлеңсіз таңы атпаған. Кешегі ғұнмен сақ бабам, ұрпағымын түркінің, сайгүлігім баптаған. Алтын орда тұсында ордамды тігіп оңаша, жасаған батыл нақ қадам, шапқанда жоңғар қапталдан Абылайлап қаптағам. Бостандықтың жолында Кенесарыдай хандарым бел шешіп бір сәт жатпаған. Алаштың арыс ұлдары қыршындарынан қиылып, дәуреннің дәмін татпаған. Желтоқсандағы жастарым отқа да салса жанбаған, суға да салса батпаған. Кешегі өткен бабалар намазын оқып ағайын, тәуелсіз елім Қазақстанды бір Алланың қалауымен жаулардан аман ақ қалған. Ал ендеше ағалар, сол бабалардың ұрпағымыз ұят болат бірігіп, бір нұр мүбәрәкті соқпаған. Ал ендеше ағайын, Айшолпандай қыздарың ұят болат шаппаған. Ұзын сөздің қысқасы, шапалақ соқсаң ағайын, өздеріңмен мақтанам. Қазақтың қайсар қыз едім, бабаның салтын сақтаған, ай. Ей, келу бар да кету бар бұл өмірге, жүрейік жақсылардың илегінде.
айтып керек емес. Сіздер сынды көп білімді білемін бе? Бірақ жастық жалыммен өлең айтам. Себебі жүрек еді тірегімде. Ей, Абай атам дененің патшасы деп жүрекке жығып берген жігерінде. Жүрек барда орлық пен жемқорлықтың жасап қажет емес ау біреуінде. Адамға айналмайық залымы мол, жүрмейік жамандардың реңінде. Жүректі таза ұстау керек бізге, сол кезде таза болады тілегіңде. Адамның адамдығы қалтада емес, адамның адамдығы жүрегінде. Топқа түссем ұқсаймын тағалатқа, сөзімді сөйлеймін ғой саралапта. Бүгін міне ағайын жиналыпты, жақсылығын таратып баралапқа. Ассалаумағалейкум ағайындар, бар сөзін сақтап жүрген салауатқа. Алланың разылығы үшін келіп тұрған бас ием өздеріңдей жамағатқа. Дін деген ол жақсылық егеседі, ел жұрттың болып тұрған берешегі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, ол Абай ұлы сенім егеседі. Ей, дінді егер діңгегім деп білмесе, қара сөз жазып қайғы жемеседі. Шәкәрімде ұлт үшін құрбан болды, артта қалды кітап боп берешегі. Әлке Марғұлан ағайымды білесіздер, ол кісі де иманның төреседі. Жамбыл бабам ерегесіп Сталинмен, Кремльде намаз оқып білесіңдер. Қақаған Сталинмен егеседі. Жұма намазды қалдырмайтын Қонаевта дін дегенде үзілген емешегі. Дін үшін қызметті қылып кеткен имам Жүсіп ақылсыз емес еді. Осын сөздің қысқасын айтар болсам, ата діннен бақытты тапсан ғана терезең өзгелермен теңеседі. Бүгінге қалып кеткен ағалардың ағайын қарыз болып берешегі. Ағаларға айтатын сөздерім бар. Біздерге аспау керек, таспау керек. Риксистің төрінеге отырғанда қадамды жақсы жаққа бастау керек. Ал ағайын бірігіп барлық қазақ нұр мүбәрәкті бітіріп тастау керек. Миллионнан атыңыздар, ал ендеше жақсылық жасау үшін қашпау керек. Ол жерден білесіңдер, ертең нағыз қайрат сынды мықты қайратты жастар келеді. Қазаққа елдің малын жейтін емес, елдің қамын ойлайтын жастар керек. Сіздерден іздемеймін, пайдадайым. Ағайын өлең айтып жайланайын. Осы жерге Алланың разылығы үшін келіп тұрған ағапайлар жүректеріңнен айналайын. Жанымызда Данияр ара екен, екеуміздің айтысымыз талай екен. Айшолпанмен шығып тұрсың ағатайым, ұстаздың женский версиясы қалай екен? Қаншама бәдік айтыс жасасам да білемін ел ішінде бар қадірім. Кешегі Тамирис пен Заринаның бүгінгі көзі тірі жалғауымын. Ол мінез болсамдағы ұлтым үшін кешегі Ұлбикедей ардағымын. Ән салсам майралардай саңлағымын, Динаның перне басқан бармағымын. Қаймықпай фашистерді қырып салған Әлия мен Мәншүктің әруағымын. Жаңа Қазақстанда жаңаратын Қабанбай атамыздың арманымын. Үмітің енді қалай жалғанбайды, Айшолпанға қалай ел таңғалмайды. Әлияның әрбағымын деп жатырма,
Әй біздің қарындастар ойланбайды, ұстаздардың алдына келіп тұрып, әңгіме айта көрме әруақ жайлау ай. Біздерге жырла дейтін бағыт жетер, ақындар өз соқпағын салық бетер. Иманды жар іздеймін дейді Айшолпан, ол сөзің өз-өзіңе қауіп кетер. Бұл кісілер біреумен шектелмейді, екінші, үшінші қып алып кетер ай. Көпшіліктің көңілін тоқ қылдың ғой, Даниярға қарсылай шеп құрдың ғой. Айқайлап Аллаху Акбар деп отыр еді, ұстаздардың қолдарын соқтырдың ғой. Болашаққа алмассың бәрің секем, ағайын игі істе жабылса екен. 9-шы этажың салынғанша Айшолпанға орамал салынса екен. Әр істің нәтижесі қайыр екен, ақынға қиын кезең қайым екен. Орамал салынса екен деп қоямын, бұның орамалы дайын екен. Құдайым қуат берсін күшімізге, береке берсін сосын ісімізге. Әр қайсымыз қосайық үлесімізді, қарсы тұрсақ бөгет жоқ тісімізге. Иншалла сауап қылып барлығымыз пайғамбарды көрейік түсімізде бай. Біздер жүрміз бабаның көшіменен, қайда кетіп барады есіл өлең. Көп шайнаған сағыздың дәмі кетер, айтысты тәмәмдайық осыменен. Иманды келтірген соң тағдырына, бойұсындық жаратқан жарлығына. Әуелгі сауап ниеттен демейді ме, Құдайым разы болсын деп тілеймін адымын басып келген барлығына. Үңілсең өлеңімнің тереңіне, көп кісіні қостым ғой өлеңіме. Тышқандай түрің құрсын деп әзілдейсің, Айшолпан маған көңіл бөледі ме? Әніне нан таситын құмырсқадай әркім шақ іс қылады көлеміне. Бұл заман бейбіт тыныш заман болсын, өлеңіміз қалайша тәмам болсын. Біздер енді сахнадан аттанайық, жамағат садақасын салар болсын. Қос дүниенің бөленіп бақытына, қияметте салмақты бағаң болсын. Айшолпан мен Даниярға көңіл бөлген, осындағы жақсылар аман болсын ай.